отбасының отағасы. Есімім Бауыржан болады. Мен өзі темірден түйін ұстамын. Өзім жаңағы қақпа, иесі бәрін жасаймын. Аллаға шүкір, тірлігімді алға басып отыр тірлігіміз. Мынау енді аяқталып қалған жұмысым. Бұрын документ тұр қазір. Енді яса краска түседі. Сол болып бітіп қалды. Мынау енді үйдің есігі. Бұл біткен краскіленіп, өзі бәрі дайын болды. Замауымен өзі. Үйге салуға дайын есік. Краскіленіп қойған. Үйдің үлкені болам, бауырым үлкен баласы болам. Осы кәсіппен айналысатқанымызға 2 жылдан астам уақыт болды. Қазіргі уақытта бұл құмблокқа өте сұранысқа ие. Бұл құмблокты көбінесе қабырғаға пайдаланылады, өйткені құмблок ең сапалы, салмағы 23 кг шығады. Бұның 3 қоспасы болады: цементі, шағалтас, су, осы 3 немен араластырып, заттармен араластырып қосылады. Міне енді көріп тұрғаныңыздай жұмысының нәтижесі осы. Құмблоктар биылғы жылына 30-35 мың кірпіш құйылды. Алдағы уақытта 7-8 мың кірпішке тапсырысымыз бар. Байықтар әулетінен есімім Әлмұхан Бауыржан болады. Парасатты отбасы байқауына қатысушымын. Қазіргі таңда ата-әжелермен айналысып жатырмын. Кәсібім осы. Мен сіздерге ертұман әдістерін көрсетіп жіберейін, қалай жасау керек екенін. Ендеше көрсетейін. Осы мынау құралған несі, мен басынан бастап ағашын шауып береді, бәрін көрсетіп жіберейін. Шауып болды, мен көрсетіп жіберейін аппаратпен. Қолымдағы темір ердің артқы бөлігі мен алдыңғы бөлігі. Соны сіздерге майыстырып көрсетіп берейміз. Алдыңғы мен артқы бөлігін дайындап болдық. Енді соны өздеріңіз көріп отқандағыдай батармен толықтай қапталып кетті. Міне ерге тоқым тігу жұмыстарын жүргіземіз. Ердің астына көрсетіп жіберейіз. Дайын болған түрі, екі қабат қалың кезден тігілген, дайындалып кеткен түрі. Кішігірім шеберхана, ата-әжелердің сатып тақпа, үгіз, тоқта деген. Мен есімім Динара Бауыржанқызы. Мен 5 мектеп атындағы орта мектебінің 9-шы А сынып білімаушысымын. Біздің отбасымыздың үлкен ұстанымының бірі тек адал еңбек ету. Әкеміз айтып отырады, өзгенің ала жібін аттама, тек адал еңбек ет деп. Біздің отбасымыздың үлкен қағидаларының бірі тек еңбек. Мен ағаларымның қолғанатты көмекшісі болғандықтан, қазіргі таңда менің ағаларым жасап жатқан ерлерін қабын тігіп бекіту менің негізгі жұмыстарымның бірі болып табылады. Менің есімім Ләйлә, осы үйдің отанасы боламын. Бұл құрақ тігін тігуді өзімнің әжемнен үйренгем. Қазіргі таңда бұл өзіміздің салт дәстүрге байланысты құрақ көрпешелерді, жастықтыстарды құраймын.
Мына құрақтар бұл жастық тас, бұл өз үйімен құраған, ой-өрнекте құралған тасылыстар. Бұл көпешенің аты шиқұрақ деп аталады. Қыздың жасауына құралған көпешелер. Бұл өзіміздің салт-дәстүр бойынша ой-өрнектен жасалған қызымнан деген көпеше.